Қайрат деп бәріңіз шулап жатсыздар, бірақ мен өзім негізі футболға аса қызықпаймын. 15 дүркін әлемдік чемпион, оның ішінде Мбаппе бар. Ол менің баламның, Омарымның, 12 жасар баламның фанаты ғой деп айтады деп барлық жерде сөйтіп жүретін тұғын. Осындай 15 дүркін чемпионға қарсы біздің 17-18 жасар қазақ жігіттерінің шабуылға шығалу, оларға қарсы тұралу біздің қазақтың мықты екендігін көрсетеді. Шерхан деген баламыздың арқасында 7 голды ұстап қалып 5-0 ақ болып жеңілдік. Негізінде 12-0 болып жеңілсе де нормальный болар еді. Енді менің балам осы футболды фанаты дейінші, қатты жақсы көреді. Таңертең кешке дейін айтары, ойнайтыны сол. Қалай ойлайсыздар? Футболдың жолына түссе, футболист болса, осылар сияқты, жаңа Шерхан баламыз сияқты атақты футболист болып жатса, жол ашық бола ма, әлі де мүмкіндік бар ма, жоқ әлде кеш па? Сіздердің де ойларыңыз білгім келеді.